Дарын бар ма, Дарын? Жаным, жаным, жаным. Тынтынайым, тынтынайым. Тынтынайым, тынтынайым. Қайырлы таң, балам. Ой. Нағыз қара. Түсінде. Ешкім сені шақырған жоқ бұяққа. Баршаларыңызға қайырлы күн. Үй-жайды жайғап, балдарға шай тамақтарын беріп, көшеге қарай шықтым. Мына менің ыстық ұям. Біздің осылай автобусты күтіп тұрдым. Аны күттім, мұны күттім. Тугистен де шықпайды ғой, қырсық қанасы болмағасын таксимен ұштым. Өзімнің мамам бұл жатын шылабыр бер деді. Ыдыстар үйіне келіп, ана шылабыр, мына шылабыр бәрін түсіріп, видеоға суретке түсіріп, WhatsApp-пен жіберіп отырдым. Осылай ана жер анандай, ана жер анандай. Менің мамам анамнан нәрсені ұната бермейді. Осылай осыны алып шықтым. Ертең үйге қонақ келеді деді. Сонымен аяқ астынан Асқарға барып продукты алуға бардым. Ана мынау азын-аулақ продуктымды алып, готовый печеньенің бір коробкасын алдым. Сонымен үйге қайттым. Шығасыңдар ма далаға? Шарик жоқ, өзі ұрып тастаған. Сен не ұрсын? Тез шап-шап кетінде дағы жып-жылы. Үйге келсем, жеңше обед дайындап қойыпты. Тез обедтерін дайындап, шайларын берейін дедім. Қазір ауылға кетеді. Папалар Құран оқытып жатыр. Бет ішіп болдық. Енді кухняның жай-күйінен хабар алып қойыңыздар. Халімді, жағдайымды айтсам, осындай деген бір өлең бар еді ғой. Сондай болып тұрмын, короче мен. Енді нан жинаймын. Атышуға кетсем, залдан шеше балдарды жан-жаққа шашып ұйықтап тастапты. Осы барлық обедші ұйықтап алды. Бүгін барлық үйде суббота күні. Дарын оятайын деп жүр ғой, барлығынша. Осылай кухняға келіп, ыдыстарды жайғастырдым, продуктының орындарына жайғастырдым, ыдыстарды реттедім. Барлығын. Кухняның тірлігі бітпейді ғой, бірақ көзге көрінбейді. Кухняның тірлігі бітпейді. Дайын тұрады, уже азан болса, обедтің тамағы дайын болады. Обедті жинап болатсаң, уже 5-тің шайы дейді. Сосын кешкі ужин болады. Бірақ оның барлығы көзге көрінбейді. Осылай тез-тез жолатып, ыдыстарды жуып, пачақ-пачағын шығарып тастадым. Уже балдар да ұйқысынан тұрып жатыр ғой, бірінен соң бірі. Ыдыстардың барлығын жуып тастадым. Сосын қыздарға бағана шоколадный май ала салғанмын, соны жағып, мынаңа жағып бердім. Осындай тыржилания баяғыда хит болып еді ғой, арасында денемізді қыздырып билеп алдым. Ар жақта қызым қарап тұр ғой. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Машинаға келе жатырмын. Ертеңге фрукт алуға. Сіздер не істеп жатсыздар? Осылай үйге ертеңге алма мен мандарин алдым. Бағалары ұшып тұр ғой. Үйге келсем, жеңше чебурекидің қамырын жайып жатыр екен, картошкасын ашып қойыпты. Шекені де асып болған екен. Тез-тез ол жайып болған дегенше, жеңше тез-тез кірді, жайып тастайын деп қыздарды шақырып алдым. Барлықтарын өздерінің киімдерді алып кетіп, орынды-орнына салыңдар дедім. Осы сушилка айтатын шығар, осы үйдің кірінен арылмайтын болдым ау дейді шығар. Уже анне-міне дегенше ауылдан папалар келді. Сонымен 5-тің шайын бердім. 5-тің шайын арасында бізде осындай би болады. Барлығы бізде осылай кішкентай билейді. Әзере музыка қосып жүр, соткіден балқия всегда билейтіні. Сол балқияға билеп жүр. Дарын ар жақта көктеп қояды, бір жағынан билеп қояды. Жәнем, қолын қарасай. Деген осы емес па, осыларға қарап отырып, күлгендеріне қарап отырып шай тамақ ішу, оның өзі бір бақыт. Кухняға шай беріп келсем, уже жеңше чебурекиді пісіріп болып қалыпты. Балдарға де болса үлкен-үлкен қылып пісірді. Мен жеңше газды болса да дегенше күбейе укол салуға кеттім. Осылай арасында жүріп системаны да салып үлгірдім. Әйел адам негізі үлгірем десе,
бәріне үлгереді ғой. Әйел деген қырық жанды деп бекер айтпаған. Осылай тез уколымды салып тастадым да кешкі тамаққа кірісейін дедім. Кешкі тамаққа жеңіл-желпі рәшке істей салайын дедім. Мына жақта қайынсіңлім мен абысыным уже самса мен пирожкиді түйіп буып салайын деп жатыр. Біз қайынсіңліміз всегда үнемі қасымызда жүреді ғой. Ханның қызында да болып тұратын шығар бұндай жағдай. Осылай күйіп кетті бірінші партиямыз. Ничего, өзіміз жей саламыз дедік. Уже кешкі тамақты ішіп болдық. Әрине кім шашты сол жинайды деп айта алмайсың, өзің жинайсың, өзің жуасың. Мына жақта уже жеңше бауырсақты пісіріп дайындап қойыпты. Болғаннан кейін ыдыстардың барлығын жуып тастап, кухнядағы паласты бір чөткілеп алдым. Шашы деген біздің үйінде барлығы қыз болғандықтан шаштары түседі барлығының. Бір аптаның ішінде осылай шаш болып шығады. Сосын жеңше пылесостап тазалап алды. Енді құрсын болған жеріміз жатайық дедік. Күйген дүние күйіп кетсін. Ұйықтайық дедік. Баршаларыңызға қайырлы түн, ұйқыларыңыз тыныш болсын. Баршаларыңызға осындай балапандар бұйырсын, жұғысты болсын.